Сәлеметсіздер ме, достар? Қал жағдайларыңыз қалай? Аман-есенсіздер ме? Бізде бәрі жақсы, шүкір. Аман-есен жүріп жатырмыз. Жалпы мен бүгін не үшін шықтым? Сіздермен мынандай оймен бөліскім келіп отыр. Кезінде осы мен айтып кеткен болатынмын. Менің ақылымның өзі де ақылы деп. Ол сонау осыдан 10-15 жыл бұрын шығар. Иә. Сол кезде эфир жүргізіп отырғанда айтатынмын. Назира, енді ақылыңызды айтыңызшы десе, мен сол кезде сөйтіп айтатынмын. Менің ақылымның өзі де ақылы деп. Қазір енді инфобизнестің заманы ғой. Әркімнің сөзі сатулы қазір, иә. Білгенін үйреткені сатулы. Бүгін бірақ мен сіздермен тегін бөліскім келіп отыр десем, иә. Бәрі қалжың, әрі шын десек те, мен бүгін оймен бөлісейін деп отырмын. Ой. Жалпы күнделікті адам баласын көптеген ойлардың мазалайтыны анық. Бір қарасақ, оймен ана жерде жүрміз. Ойбай, мен басқа бірдеңені істеп тұрасың да, бірақ ой арқылы басқа жерде жүресің ғой. Сонда осы өмірде здесь и сейчас деген нәрсе бізде жоқ та. Біз ойымызбен ісіміз совпадать етпейді көбінесе, көп жағдайда. Өздеріңіз байқасаңыздар да болады негізі. Біз бір нәрсе мысалға бешбармаққа қамыр илеп жатсаң, басқа бірдеңелерді ойлап тұрасың да, бір қарасаң, ойбай, қамырды илеп біткен екен ғой дейсің да. Сондай жағдайлар көп болатын шығар енді сіздердің өмірлеріңізде. Менің де өмірімде ондай жағдайлар кездеседі. Осындайды қазір мен мына ойды басқару, ойды тежеп үйрену деген нәрсені жақсылап жолға қойсақ, өміріміздің өзгеретіні анық. Ойды тежеп үйренген кезде біз здесь и сейчас өмір сүреді екенбіз. Сол кезде мынау жаман ойлар келіп кетеді. Неше түрлі ойлар келеді ғой, өзі жаманы да, жақсысы да, анасы да, мынасы да толассыз ойлар ғой адамның басында. Күнделікті қаншама уақыт неше түрлі ойлар келеді, оны енді өздеріңіз дәлелсіздер ғой оған. Басыңызға қаншама ой келіп жатқанына өзіңіз біліп отырған шығарсыз. Соларға тосқауыл қою үшін белгілі бір ойда ойлап тұрған кезде, так, мен не ойлап тұрмын? Бұл ойдың маған не қажеті бар? Бұл менің ойым емес. Және бұл ойдың маған қажеті жоқ деп өзіңіз осознанно ауызбен айтып, түсініп, қабылдаған кезде ой тоқтайды екен. Ой тоқтаған кезде адам автоматтық тұрғыда осы сәтке түседі екен. Оппа. Ой болған кезде ана жаққа кетеді. Ойды тоқтатқан кезде осы сәтке түсесіз. Сол кезде өміріңіз өзгереді.